Сәлем достар, сіздермен Гүлфия. Бүгін сіздермен бірге орам жапырақтан ерекше жұмсақ әрі дәмді пирог дайындаймыз. Ол үшін бізге 450 грамм таза орам жапырақ қажет болады. Орам жапырақты ұсақтап пышақпен тураймын. Егер сіздерде үккіш болса, үккішпен турасаңыздар болады. Бірақ орам жапырақтарыңыз өте ұсақ болу керек. Жартысын турап қойдым. Енді жартысын турап жатырмын. Ыдысқа салып қойдым. Енді осы туралған орам жапырақты тағы да ұсақтап бөлеміз. Қатты ұзын болып кетпесін. Біз пирогқа салғандықтан кішкене ұсақ болғаны дұрыс. Барлық орам жапырақты турадым, ыдысқа саламын. Орам жапырақтың үстіне көк жуа және укроп саламын. Дәміне қарай тұз саламын, жақсылап араластырамын. Тұз салғаннан кейін сіздерде орам жапырақтың суы қатты шықса, суын алып тастаңыздар. Туралған орам жапырақ шетке алып қоямын. Содан кейін ыдысқа 4 жұмыртқа салып, жақсылап араластырамын. Және 150 грамм қаймақ саламын. Менде 20%. 3 үлкен қасық майонез қосамын. Аздап араластырамын. Содан кейін 30 мл сұйық май қосамын. Және тағы да араластырамын. Осы сұйық массаға 6 үлкен қасық ұн саламын, бірден саламын. Рецепт бойынша 6 үлкен қасық және 2 кішкентай қасық қопсытқыш саламын. Және араластырамын. Жақсылап араластырыңыздар. Қамыры дайын, осындай сұйық масса болып шығады. Енді формаға пергамент төседім. Менің формамның диаметрі 22 сантиметр. Жаңағы туралған орам жапырақты осы формаға саламын. Формаға салғаннан кейін видеода көрсетілгендей біркелкі қылдырып, осылай қасықпен тегістеп шығамыз. Формадағы орам жапырақтың үстіне сұйық массаны құямыз. Барлығын құямыз да силиконды күрекшемен осылай біркелкі қылдырып дүзулеп шығамын қамырды. Содан кейін дайын осы піспеген пирогты осылай столдың үстіне ұрамын. Сол кезде біркелкі болып піседі пирогтарыңыз. Пирогтың үстіне кунжут себемін, бірақ өз қалауларыңыз бойынша сеппесеңіздер де болады. 170 градуста 50 минут пісірдім. Пирог дайын, ас болсын.